Баршаңызға қайырлы күн. Менің есімім Айкерім Асылбек. Сіздермен бүгін күміс әшекей бұйымдарды тазалаудың оңай жолымен бөлісетін боламын. Осы тәсілден кейін күмістеріңіз жаңадан алғандай болып жарқырайтын болады. Видеоның соңына дейін қарамас бұрын менің Instagram желісіндегі парақшам Айкерім Асылбек, маған жазылуды ұмытпаңыз. Күміс бұйымдарды тазалау үшін бізге ас содасы, қайнап тұрған су, бос ыдыс және фольга керек. Керек заттар өте қарапайым, кез келген ас үйден табылады. Бос ыдыстың ішіне фольганы төсеміз және біздің күміс бұйымдарымызды саламыз. Ең алдымен күміс бұйымдардың қаншалықты қарайып тұрғанын анықтап қарап алыңыздар. Видеоның соңында қаншалықты тазарғанын көрсететін боламын. Бұйымдарды ыдысқа саламыз. Үстінен ас содасын құямыз және қайнап тұрған суды құятын боламыз. Дәл осылай 30 минутқа қалдырамыз. 30 минуттан кейін бұйымдарды шығарып, аздап щеткалап жуып алатын боламыз. Нәтижесі керемет, күмістің қара дақтарынан толығымен құтылдық. Дәл осылай басқа да әшекейлерімізді жақсылап жуып тазалап аламыз. Бар болғаны осы, әдіс өте оңай, қарапайым, қолжетімді заттармен жасалады. Алдағы уақыттағы видеоларды жіберіп алмау үшін каналыма жазылыңыз. Сіздерге бұл әдіс ұнады деген сенімдемін. Ұнаса, лайк басып мені қолдауды ұмытпаңыз. Бұл видео керегіңізге жарасын. Сіздермен болған Айкерім Асылбек. Назарларыңызға көп рахмет. Too scared now, thinking I should call up.